3 күн бұрын экс-министр Қуандық Бишімбаевтың әйелі Салтанат Нүкенова қайтыс болды. Әйелін өлтірді деген күдікке ілінген Қуандық Бишімбаев қазір қамауда. Экс-министр 2 айға қамауға алынды. Журналист әрі қоғам белсендісі Оңғар Қабден Facebook парақшасында марқұмның ағасымен тілдесіп, оқиғаның мән-жайын сұраған. Қайтыс болған Салтанат Нүкенованың ағасы Қайрат Нүкеновпен сөйлестім. Бишімбаевтарға ешқандай кешірім берілмеген, кешірмейміз дейді. Не үшін қара жамылған әулетке экспертизаның қорытындысын бермей отыр? Әлде туыстары әділдікке жету үшін марқұмның мәйітінің фото-видеосын жарияласын ба? Бишімбаев оқиға кезінде жеңіл ғана алкоголь тұтынған деген не сандырақ? Әлеуметтік желіде Қуандық Бишімбаевты ақтап жатқандарды көріп, жағамды ұстадым. Біз кімдердің ортасында өмір сүріп жатырмыз, деп жазды ол. Оңғар Қабденнің айтуынша, Салтанат Нүкенованың жерлеу рәсіміне Қуандық Бишімбаевтың ата-анасы келген. Facebook желісінде жарияланған Болат Аманбаев пен Салтанат Нүкенованың ағасы Павлодар қаласының экс-әкімі Қайрат Нүкеновтың видеосында істі топпен жасалған қылмыс ретінде қарауды ұсынды. Павлодар қаласының бұрынғы әкімі Қайрат Нүкеновтың айтуынша, күдіктінің інісі қылмысты жасырмақ болып, жедел жәрдем шақырмаған. У нас есть такие предположения. Почему? Потому что он пригласил братишку и ждал, пока она умрет. Он несколько раз заходил в номер, убеждался, жива или не жива она. И только когда она умерла, он после этого начал вызывать скорую помощь. Сондай-ақ олар қыздың денесінде сау жер қалдырмаған. Мәйітті жуғандар шошып шықты. Беттерінен қорқыныш байқадық. Трансқа түсіп кеткен. Неше түрлі мәйітті көрсек те, мұндай сұмдықты көрмедік деді. Жаралар өте көп, сау тамтығын қалдырмаған, деді марқұмның туысы. Те женщины, которые делали омывание, они вышли оттуда никакие. Вышли в очень большом трансе, очень большой, у них был испуг, на лице испуг был. Бишімбаевтың қылмысын жасырды деген күдікпен гастро орталығы директоры 2 айға қамауға алынды. Бұл туралы Астана қалалық полиция департаменті хабарлады. Бау мейрамханасында әйелді өлтіру фактісі тергеу аясында гастро орталық директорына қатысты бұлтартпау шарасы 2 айға қамауға алу санкцияланды делінген хабарламада.